Осы аптада Республикалық ақпараттық түсіндіру тобының сарапшы психологы Лола Шакимованың қатысуымен семинар өтті. Оған теолог, психолог мамандар мен мешіт имамдары қатысты. Іс-шара барысында жастарды әлеуметтік желідегі жат ағымдардан сақтандыру жолдары, жусан операциясымен елге келген балалардың қоғамға бейімделуі, экстремистік топтардың өз қатарын жеткіншектермен толықтырудағы әдіс-тәсілдері жайында жан-жақты түсіндірме жүргізілді. О том, что любой верующий человек Кез келген дін адамдарды бірлікке, ынтымаққа, ауызбіршілікке шақыратыны белгілі. Дінге сенуші ниеті түзу азамат, қайырымды, патриот, шынайы болады. Қатыгездік пен жауыздық дін ұстанушыға тән емес. не должен разделять людей. Дерек көздеріне сүйенетін болсақ, жат ағымдарға арбалған азаматтардың 85% әлеуметтік желі арқылы радикалды идеологияның құрбанына айналған. Балаларды көп әлеуметтік желіде отырғызбау, немесе отырса не көріп жатыр, қандай ақпараттар алып жатыр, не үйреніп жатқанын қадағалау ретінде, осыны жамағатқа еліміздің тыныштылығы, тұрақтылығын сақтап қалу ретінде және отбасылық құндылықты жаңағы бүкіл халықтың ауызбіршілігін сақтап қалу ретінде біз жамағатқа бүгінгі алған білімімізді, ақпаратымызды түсіндіретін боламыз. Рас, жастар тәрбиесі бірінші кезекте ата-ана үшін үлкен жауапкершілік. Олардың араласатын ортасын назарда ұстап, қызығушылықтарымен айналысатын кәсіптерін үнемі қадағалау қажет. Семинар соңында қатысушылар тақырып аясындағы ойларын ортаға салып, өзара пікір алысты.